үлкен рахмет сіздерге де. Біздің осы жердің ортамызда осынша қуанышымызды бөлісіп, біздің ортамыздың сәнін келтіріп келіп отырған осы кісілерге де үлкен рахмет. Не деймін, біздің енді келесі кезекте айтатыным біздің ұйымдастырушылар. Талас бастаған комиссия мүшелері, біздің Алма бар, Нұртас бар, Сабира бар, Назира бар, және де біздің келіндеріміз бар. Барлықтарына үлкен рахмет. Бізге осындай жақсы кеште сыйлағандарыңызға үлкен рахмет. Самого болғанға батыр. Барлықтарыңызға тек қана бақытты болыңыздар. Құрметті көршілер, тойдар құтты болсын. Аспанымыз ашық болсын. Менің атым Кенжебай көп білесіңдер. Кенжебайдың келіншіге бір тілек айтыңызшы. Кенжебайдың келіншіге айтсын тілек. Әттен бойым кішкентай отырайды, біз Кенжебайды қабылдаймыз. Ал не дейміз достар, мынау 40 жылдан кейінгі кездесу болып жатыр. Бір-бірімізді көріп қуанып жатырмыз. Іштеріңізде танымайтындар болса да, құлағымда аттарыңыз қалғандығын бүгін көріп отырмын. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. 50 жылда ел жаңа деп, 50 жылда да жаңа болып, осы әдемі күйлеріңізде тағы да кездесуді Құдай жазсын сіздерге. Ал енді көріп отырмын, кешегі жап-жас жігіттер, қыздар, бүгін қандай мынау отанымыздың бір белді азаматтарына айналып отырсыздар. Осы сәтті көре отырып, Кенжебекке қайта-қайта қоймай жатыр. Жәнібек, менің жолдасымның аты Кенжебай болатын. Ол 36 жасында анауға кетіп қалған. Бірақ қазір 57 жасқа келгенде ол қандай болды деп көз алдыма елестетсем осы жігіттердің ішінен. Ана отырған Бердібайды елестетемін. Бердібай айналайын, келші бетіне бір сүйейін. Бердібай деген жігіт менің Кенжебайыма ұқсайды екен. Келші айналайын, келші бол. Осы жігітке ұқсайды менің Кенжебайым. Қыз білезді бағыттарыңыз білесіздер. Бұл әзіл бір жағы, әзіл ғой. Платныйға түспейді ме? Платный емес. Сол қашымда тегін әкелді. Тегін ба? Тегіз ба? Ақшасын берсеңіз тегін olur. Қалай болды? Бүгін бәрі тегін. Болмаса бір Түсірем. Қарайын. мен саған сөзім деймін. Қараңыз, түсірем. Тағы бір. Есің ба? Не дейміз, бұл әзіл бір жағы. Енді оны просто болжау деген нәрсе бар ғой. Мен өзім осындай болатын еді ау деп ойлаймын да. Сондықтан осындай әдемі жігітті қасыма сертіп алып жатырмын. Жаңа елдің соңында қалып тұрған кезде көңілім қобалжып, қалай болды деп едім. Жоқ, бірақ менің кеудем көктеді бәрібірде. Өйткені менің жолдасым жігіттің сұлтаны болатын. Оның артына 3 ұрпағы қалды, Құдайға шүкір. Олардан немере көріп отырмын. Жақсы қызметтер істейді балдарым, Құдайға шүкір. Бір балам бар үйленбеген. Сол үйлендірген кезде барлықтарыңыз тойға шақырамын. Тек қана тойда кездесейік. Рахмет барлықтарыңызға. Енді Кенжебай сөйледі ғой енді. Кенжебек сөйледі енді. Құрметті қонақтар. Мынау қырғыздық алтын тойымыз құтты болсын. Аспанымыз ашық болсын. Мынау менің келіншегім. Яна Кенжебайдың келіншегі. Ойлап болдым мен келіншегім екен деп. Кенжебайдың келіншегі. Ne aldığımız hürmetli dostlarım, yoldaşlarım, kurdaşlarım, birge özgür yoldaşlarım, aslanlarına her o aşık olsun, yenlerin sağ olsun, kulü oynap, elhamdülillah, şımanlığı, anlasın da biliyoruz. Ama aynen ne gelin vay. Ama prezident. Oğuz'un basında negizde Ural degen jigit Kaldıgül degen mine. Ortada. Ural.
nereden бастаған. Үйіне бір қойын сойып, мәслихат жасап, қырғызды бастаған осы Орал мен Талдыкөл. Сізге рахмет бірінші. Аллаға шүкір. Кім қосылады? Рахмет міне Аллаға рахмет. Президент ең үлкені Орал менен Талдыкөлге. Biz әшіп жүрген адамдармыз. Мен нарықтарға бақтайым, аспандары ашық болсын, жұлдыздарың жарқын болсын, қыздарың зор болсын. Тойға деген ағайым қарап отырып қалмайын, ата дәстүр салтымен сәлемдесіп алайын. Ананың бала деген бауыр еді, жүрегінен орын алар әрбір жаны. Тірлігіңнің тірек перзент болса, осы емес пе өмірдің әрбір сәні дейді. Құрметті мынау Құдай қосқан қосағының кластастары, қыздар мен жігіттер, аққулар мен қаздар, бүгінгі 40 жылдық кездесу басқосуларыңыз құтты болсын. Денсаулықтарың әрдайым мықты болсын. Баршаңыз аңсаған армандарыңызға жетіп, той-тойға ассын. Өмірге талай адам келіп кетер, дүниенің байлығына кімдер жетер? Жаратылыс жер бетінде адам болса, сізді де сыйласқан сол да жетер дейді. Мына қызықшылық тойларында немере шөберенің қызықшылығынан қоймай, ақ шашты ата болып, ақ шашты ана болып, ақсақалды ата болып, осындай немере шөбере балдардың арқасында тек қана қызықшылық тойларда кездесе берейік. Тойларымызда сөз біздігіміз артық, аспанымыз ашық, бірінші байлық денсаулық деніміз сау болып, нанымыз көп, қарнымыз тоқ, заманымыз тыныш, елбасымыз аман болсын. Қазақстанның туырын туыне желбірей берсін. Және мына баршаңызға таусылмас бақыт, ләззатты уақыт, кіршіксіз көңіл, қайғысыз өмір, аппақ адамды, қасиетті адамды, әрқашанда амандық тілеймін. Сол үшін алып қойыңыздар. Мынау баяғыда альбомның ішіндегі өлеңдер ғой. Жазатын альбом жазады деп қой, соның ішінде бір осының бәрі бар. Адалдық, амандық деген. Пайғамбар күйеуін сыйлаған деген біз арамызда бір күйеудің бәрі. Сол сөз керек, да? Қаяқтан міне, Шәмші Қалдаяқовтың әнесі. Рахмет. Құрметті түлектер, мынау бүгінгі 40 жылдық мерекелерімен құттықтаймын. Әрқашан Құдай қаласа денсаулық болса, 50 жылдық мерекелерде осындай басқосып отыра берейік. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Әрине, мынау өткендерге иман, сіздерге денсаулық берсін. Құдай қаласа, мына барлықтарыңыз ұл қыз немере осып отырсыздар. Сол ұл қыздарыңыздың немерелерін қызығып көре беріңіздер. Құрметті 67 жылғы қыз бен жігіттер, мына менің жолдасымның кластастары, кластас қыздары, сіздердің бүгінгі кештеріңіз құтты болсын. Мынау осындай денсаулықтың арқасында кездесіп, осыған шүкіршілік жасайық, жеріміз сау болсын, басымыз аман болсын. Мынау бүгінгі рахметті мен қыздар, мынау тасада қалып кететін еңбегі бар, мына кісілер бар, жеңшелеріміз бар, бүгінгі кешегі қызмет жасап жүрген мына кластас балдарымыздың әйелдері бар, соларға айтқым келеді рахметті. Азанда ертетіп, кешеден бері мал сойып, бауырсақ пісіріп, котлет істеп, әзір жасап жүрген осы кісілерге айтқым келеді рахметті. От жағын қаза жүріп жүрген рахмет сіздерге, сіздердің арқаларыңызда осындай тірлік болып жатыр. Рахмет, басымды сіздерге рахмет айтамын. Мынау ағам, Орал ағам, Талдыкөл жеңшем, осы
тілекке. Дендерің сау болсын, үйлеріңе бақ қарасын, қызы тарысын, аман сақтап абырой берсін, кетпес дәулет берсін, шетке бересін. Не тілесеңіздер тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер, осындай әрдайым той болсын үйлеріңізге. Сол пагері болып жүрейік, осы бастарыңызды құрай беріңіздер. Мен бақыттымын бүгін, сүйген жарымның арқасында. Bitti suymasayışın. Suymasayışın suygun canınızda. Hay suygun canınızı suymasayışın. Oraya Kolay gelsin. Енді былай қарашы. Ханымдар мен мырзалар. Ханымдар мен мырзалар. Өмірге ырзалар. Нұрлан ағамыз ақын білесіздер. Кешегі дүниеден өткен барлық ағаларымызды еске алып жыр жазды. Өлең жазды. Бүгін міне баршаңыздың керемет дастархандарыңыздың қорқынды тілегін өзінің жүрек жарты өлеңіне қойса, аға. Ал құрметті ауылдас ағайындар, құрметті сыныптас бауырлар, құрметті бақытжан Әзиза, той басқарып отырған Жәнібекті танымайтын адам жоқ дейміз. Бұл жәкең өзі бүгін биыл Қызылорда облысы бойынша үздік клуб номинациясын жеңіп алып, кеше Астанаға барып, Айман Мұсақова Жауайының қолынан, мәдениет министрінің қолынан сертификат алып келген азамат бүгін біздің тойды басқарып отыр. Ал мынау жан-жақтан келіп жатырмыз. Бұл жерге келіп алған қанша әруақты бауырларымыз бар. Дегенде жан болса да келіп жатқан жігіттер бар. Әлі ешкім еске алып жоқ. Сол сияқты қараңызшы. Анау Ташкенттен Гүлжипа келіп отса, жайылма адаммен келіп отыр. Әдем келіп отыр. Ескі Астанамыздан күрес келіп отыр. Баяғы оңтүстік Астанадан. Өзіміздің рухани Астанадан Жәмил келіп отыр. Естен-Гүл келіп отыр, қыздардың бәрі келіп отыр. Және міне, сол сияқты ағайындар. Мынау қыздардың орны бөлек, жігіттердің орны бөлек. Жігіт деген қуат беретін азамат, әйел деген шуақ беретін асыл нұр дейді. Жігіттер нағыз мықты қуат берсін, әйелдей отбасыға шуақ берсін. Бүгінгі мына кешке келе алмаған Нұрхан мен Несмеліге қуат берсін. Екеуі де келгіс болсаңдар тұмауынан айығады. Оларда келетін азамат еді. Шамалды олап келмей қалды. Сол сияқты мінекей. Қай уақытта мінекей бүгінгі бағымызға мақтанбай. Достарым заман болсын. Әрқашан біздің достармен мақтанамыз. Торғайдың өзі қандай азамат еді. Тарас қандай жандар еді. Торғайға бас киімнің керек жоқ. Басының өзі бас киімеді ғой. Сол сияқты мінекей. Мынау енді ағайындар. Мына бүгінгі кешке арнаған бір ауыздан қысқаша үйдеп берейін. Сағыныш сазы. 40 жылдық кездесуге арнау. Армысың 62 барыстарым, қырандай бөлімінен алыптарым, теңізге қол ұшқан шағаладай, қияға қанат қағып шалықтадым. Бүгін біз сағынышты бас қосуда, достықтың мазылтайы жарық шамын, жан достар 40 жылдық кездесуде, көңілден жан сарайдың ағып бәрін. Қолындай бірге өстіп, баламыздан жастықша өспес мәңгі санамыздан әттің ай бірер мықты азаматтар бақыл болып кетіп қалдау арамыздан. Сабырмен берген болса жан сыңары, түлекті жарым әркес қаңшады. Мәңгіге кеткен менен арыстардың сөнбейді біздер үшін шамшырады. Анадан бір туғандай бала болдық, есеңдік әр тарапты дара жолғып. Ал бүгін немерені бағыттағар, сарқысты ақ жаулықты ана болдық. Сендерді өмірімнің мәні деген, шуақ боп төгілетін таңыменен, 40 жыл 50 мейлі 100 жыл өтсін, іздеймін сағыныштың сазыменен.
әрқайсың асқар таулы андасыңдар. Қазірде үлкен отау жамбасыңдар. Үй тігіп, үй ішінен жекжат болып, достықтың ту көкке самғатыңдар. Кластастар, жасыңдар. Бірге тағыдарым қарай. Шабыт кеп қалып шығар демем енді, шабытыңызға шек жоқ сіздің. Рахмет. Қосамыз ба, қосыламыз ба? Қосыламыз ғой, Сізде тағы бар ма, кәдімгі? Сыйлығымыз бар. Ореке, оралғаны. Алдығын деген сонда. Ореке. Қалегеге береміз ғой сенеміз. Негізі Ореке осы 62-лердің әкесі, Қалдығын кекесі. Сыртта жүрме істеймін. Чөм, Орекенің малы бақтыр беріп отырды. Сирағынан сөйлеп не алады. Енді күтіп аты, қонақ жайлығы, құдай пейілдеріне береді. Көріп отқан ұл қыздарын қызығын көрінді. Содан арысқандай істейді ұмытыла, денкіме қарылады. Қарағаштан ат-арқып кеп отырған, бұл кісінің жолдасы келеді, қуанғаннан кішкентай номастан қалды, болмаса ортамда қатты қуанып кетті, мен бізде тұру деген, осы балдысың бар екен қойды. Жүрекпен түсіріп кетті ау деймін, қазір ауруханада жатыр, Құдай қаласа жазылып кетеді деп үміттенеміз. Ол кеше бізге қызмет көрсетті. Жаңағы көліктің жоқтығын бізге білдірмеді, әңгімесін айтты. Сол үшін мен базар күнге арыз етемін. Мына жерде келіншегіміз отыр. Енді заманның ағымына қарай бізді біріншіден хабарласамадық. Қазір не WhatsApp, сотқа деген, интернет деген жақсы болды ғой. Оразгүл жаным, мынау бізден саған сөйледі. Білмеймін, жолдасы ақын. Енді құрдасымыз Ләззат биші шығар. Бұл келіншектің қызметі зор. Келсе, қан қызындай қарсы алады. Түн демей, күн демей, үйінде күтіп қыздарды шығарып салады. Рахмет Ләззат саған. Жаңағы арамыздан құрдасымыз кетсе де Айжан, жаным, жаңа айтып жатсың. Жаңа адамның көзінен кетсе де көңілінен кетпейді. Кенжебай ортамызда жүргендей. Сен соның орнын, жоқтығын білдірмей, содан тараған ұрпақты өсіріп отырсың. Сен еркексің, сен әйелсің, сен азаматсың. Сені қадір тұтады. Енді аз да болса көптей өсіп келіндерге бір-бір орамалымыз бар. Соның бәрін беріп шығайын. Арнайы барлықтарына зор құрметпен, шынайы ниетпен тапсырылған сый-сияпаттары бар. Барлық осы 62-лердің жігіттерін аялап отырған, ұл қыздарын өсіріп отырған, бесігін тербетіп отырған келіндердің барлығына аса құрметпен қабыл алыңыздар. Сіздер көмектесіп жүріңіздер, шамда тезет беріп жүріңдер. Нәзір апам бір өзі шаршады ғой. Кәлеген. Қазір 80-ші пойыз келіп барған сөйттап бара, ойындағында шаршамын. Ал тапсырайық онда. Онда жүгіре түсіңіз тезден. Жақсы ұйықтайсыз. Жігіттерге бір-бір қой. Жігіттерге бір-бір қошқар. Мінекей, арнайы, аз да болса көпті көріңіздер. Бұл тек қана дәнекер дүние. Дәнекер болсын арамызға. Әрине, дүние қолдың кірі. Соғыттарда мынау енді қадырмен ағалар. Арада тек сыйластық болсын. Байлық қол қостаған мұз, бақыт ұзатылған қыз. Бұл дүниенің қызығы сізден біз
Ошонаға солай ма? Сол сізбіздігіміз алынмасын деген ниетпен барлық сый-жапарын бірге тапсырып жатыр. Болдық па? Болдық па? Осы топ өзім сөйлеуге солайшы. Мектебімізде әншіміз болған кезінде оның өзіміз Роза Рымбаева деп айтатынбыз. Әлияны қандай айтатынбыз? Кім еді ол? Гүлсім Құлбекованың ортаға шығарып міне, бұның арманы әнші болушы еді. Содан біреу, сен сондай боламайсың десе, мен боламаймын деп қоя салды. Бірақ келешекте әнші екі ұл сол әншінің жолын қойған. Міне сыйлығымыз. Рахмет үлгерге, о кәріміз. Ай дегенде миыңда арманым гүлден ұшқан аққудай. Gülsüm Hanım'a öyle rızamız tamamca en salgan üçün, çok tamsangan üçün, kettik ortağa bilgi, verimiz birge, dostlar, kırıcılık. I